Баршаңызға сәлем. Бүгін оригинал рецептпен хит торттардың бірі шоколадты торт Whoopie Pie тортын жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, лүпіл басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен шоколад пен майды ерітіп аламыз. Отқа қойып, немесе водяная баняға қойсаңыздар болады. Осылай үздіксіз араластырып тұрамыз. Құрғақ таза ыдысқа жұмыртқа салып, миксердің көмегімен жақсылап көпіртеміз. Қант салып отырып, массамыз 2 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Еріген май мен шоколадымызды құямыз. Қатты ыстық болмауы қажет, жылы болу керек. Жақсылап миксерлеп, құрғақ ингредиенттерді бөлек араластырып аламыз. Бізде какао, ұн және қопсытқыш. Електен өткізіп қосып, барлығын миксерлейміз. Бізде осындай қаймаққа ұқсаған масса шығады. Қатты сұйық емес, қатты қою емес. Корж пісіретін формамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге пергамент қағазымен осындай форма қажет. Видеодағыдай етіп қысып аламыз. Осылай қолымызбен жүргізіп шығып, ашамыз. Бізде осындай форма шығады. Осының шетін қиып тастап, 4 осындай форма шығарып аламыз. Және қамырымызды теңдей 4 бөлікке бөліп, тегістеп 180 градуста пісіріп аламыз. Қасықтың көмегімен тегістесеңіздер де болады. Кремін дайындаймыз. Маскарпон мен творожный сыр, қант ұнтағын барлығын қосып миксерлейміз. Бізде бір келкі масса шығуы қажет. Кремнің заттары салқын болуы қажет. Клейге қосып, жақсылап миксерлейміз. Стойкая масса шыққанша миксерлейміз. Тортымызды жинаймыз. Ең алдымен корж қоямыз. Кремін видеодағыдай етіп жағамыз. Әдемі шарик шығу үшін Whoopie Pie жасайтын насадканы қолданыңыз. Барлық кондитерлік дүкенде сатылады. Кремді торттың ортасына көптеп жағамыз, себебі екі шеті биік, ортасы төмен болып қалуы мүмкін. Корж крем осылай кезек-кезек қойып шығамыз. Бетіне құятын шоколадты ганаш жасаймыз. Ол үшін сливки мен шоколадты отқа қойып ерітеміз. Араластырып тұру қажет. Бізде осындай жылтыр бір келкі масса шығуы қажет. Торттың бетіне құйып, видеодағыдай етіп жағып шығамыз. Қалауымызша сәндейміз. Бізде өте дәмді әрі әдемі көрінетін торт шығады. Жасап көріңіздер. Шаймен ішкенге өте дәмді торт. Сіздермен болған Әсел. Каналыма тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны да басып кетіңіздер. Алдағы уақытта өте дәмді әрі әдемі, оңай дайындалатын рецепттер көп болады.